Жалпы Орта Азияда да өрт қаупі болуы мүмкін ба? Өрт қаупі болуы әбден мүмкін. Интернетте бір ақпарат жүр. Ол жерде Қытайдың азаматы Қазақстанға бару керек. Сол жақта әдемі қыздар көп, оларда ақша көп, жұмыс орны бар. Израильдің астанасынан 20 шақырым жерде үлкен құпия лаборатория болатын. Биологиялық лаборатория, химиялық лаборатория. Сол лабораторияға ракета түсіп, лабораторияның күл талқаны шықты. Пандемия қолдан жасалды, ол жасанды нәрсе дегеніңіз. Екінші толқыны болуы мүмкін ба? Міне соғыс басталды, үшінші дүниежүзілік соғыс. Бұдан кейін пандемияның да кезегі күтіп тұр, келесі бір түрі. Олай болса әлемді билеп отқандардың бұл соғыстардың бітпегені керек болып тұр ғой. Әрине. Ол енді соғыс деген жаңада айтып кетті ғой. Соғыс деген былайынша айтқанда қазіргі тілменен ол бизнес. Ол жерде миллиардтаған доллар ақша айналып жүреді. Ассаламағалейкум, құрметті көрермен қауым, қазақ елі. Біз алдыңғы подкасттарымыздан кейін көптеген көрермендеріміздің пікірлері мен сұрақтарында Тұрсынбек Қажы ағамыздан жеке сұхбат алғанымызды өтінген екен. Соған байланысты қоғам арнасы бүгінгі кезекті сұхбатына профессор ғалым Тұрсынбек Қажы Елдесбай ағамыз шақырып отырмыз. Аға, арнамызға қош келіпсіз. Енді алдында да өзіңізбен бірнеше подкасттар түсірдік, көпшіліктің көңілінен шықты, бірақ арқасынан көптеген сұрақтар туындап жатты. Соның ішінде өзіңізбен жеке сұхбат өткізуіміз сұранған екен. Соған байланысты мен алдыңғы өткен тақырыптардан мына сіз подкасттарда 3 орталық деп айтып кеттіңіз. Осы 3 орталық жайында тереңірек білгілер келеді. Екіншіден алған кезеңде мына басқа бір сұхбаттарыңызда 3-ші дүниежүзілік соғыс басталып кетті деп айтқан едіңіз. Одан берде 1,5 жыл уақыт өтіпті. Бірақ дегенмен айтқаныңыз пайдай келіп, ол кезеңде Украина мен Ресей соғысы жүріп жатқан болатын болса, оның арқасынан Израиль мен Иранның арасында соғыс болады дегенсіз. Бүгінгі сол соғыстар жүріп жатыр. Осы тақырыптарға байланысты не айтар едіңіз? Бұндай мағлұматтарды қайдан алдыңыз? Немесе геосаяси ойындарды талдай отырып бір шыққан қорытындыдан болған пікірлер ме? Осы нәрселерді көрермендерімізге бірақ тереңірек түсіндіріп кетсеңіз. Рахмет. Біз бүкіл дүниежүзі қалай басқаратын зерттегенімізге көптеген жылдар болды. Соның нәтижесінде және де алатын ақпараттарымыз ашық газеттерден, журналдардан, интернеттен, сосын тағы сондай ашық мағлұматтардан алған болатынбыз. Соның енді қорытындылай айтсақ, Лондон Сити дейтін орталық бар. Лондонның орталығы, ол орталыққа Ұлыбританияның патшайымы, қазіргі король ретінде ол орталыққа кіре алмайды. Сол орталықтың басшысы лорд деген кісі болады, басқарушы. Сол кісі патшайымды немесе қазіргі корольді күтіп алып, Ұлыбританияның азаматы ретінде аралатады. Барам деген жеріне апарады, көрем деген нәрселерін көрсетеді, сөйтіп өзі шығарып салады. Бұл орталықта негізінен әлемнің қаржы орталығы деп айтуға болады. Бүкіл қаржының тағдыры қалай бөлінетіні, қалай жұмыс істетіні, жұмыс жасайтыны сол жерде шешіліп отырады. Екінші орталық ол Римде, Ватикан Сити дейді. Бұл жерде біздің тілмен айтатын болсақ идеология, оның ішінде католицизм. Сол католицизмді ұстанатын адамдардың саны қазір өздеріңіз білесіздер көп. Бүкіл адамзаттың 2/3 бөлігіне дейін деп айтсақ та қателеспейміз. Сол идеологиясын жүргізеді. Ондағы көтерілетін мәселе, егер адамдар осы католицизмді ұстанатын болса, бұл өмірде үлкен жетістіктерге жетеді. Осындай саясат ұстаған мемлекеттерде алдыңғы қатарға шығады деген ұғымды таратады. Үшінші орталық ол Колумбия Сити. Ол Вашингтонда. Бұл орталықтың мүддесі, атқаратын қызметі бүкіл әлемде сол ақша орталығының Лондон Сити
Ватикан орталығының мүддесін орындап, соны күшпенен, әскери күшпенен қадағалап отырады. Оның енді әскери күш болғаннан кейін оның ішінде барлау жұмысы, басқа да толып жатқан енді бөліктері болады. Міне осы үш орталық шынына келгенде бүкіл әлемді басқарып отыр. Сіз айтқан үшінші дүниежүзілік соғыстың нышаны белгілі болды дегенімізге де шынымен 1,5 жылдан артық уақыт өтіпті. Ол кезде Ресей менен Украинаның арасындағы қақтығысқа біраз тоқталған едік. Шынында қазір Украинаның жағында бүкіл НАТО елдері қатысып отыр. Ол жолда айтқан болатынбыз, бұл жерде толып жатқан мақсат бар. Оның негізгі мақсаты кез келген соғыс, ол жерде ақша, үлкен көлемдегі ақша жүреді. Ол қайдан шығады? Ол біріншіден жаңа қару-жарақты жасау керек, ол қару-жарақты сынақтан өткізу керек. Екінші жағынан тұрып қалған, бұрынғы шыққан қару-жарақты сол жерде қолданып, утилизация жасау керек болады. Үшінші мақсат ағайынды екі ұлт, орыс пен украин ағайындарды екеуінің арасына от жағып, соларды бірінің қолымен бірін жойып жатыр. Енді қазіргі мағлұматтар бойынша сол Украинаның жағында бүкіл НАТО елдерінің әскерлері, онымен қоса бүкіл дүние жүзінен жалданды әскер, легионерлер дейді, оны солар соғысып жатыр. Бұл енді соғыс қазір бүгін ертең бітетін түрі жоқ. Келесі мәселе, Иран менен Израильдің арасындағы қақтығыс 2-7-ге жақын уақыт бірін-бірі атқылады. Бұл жерде көп нәрсе айқындалды. Енді қараңыздар өздеріңіз, 6 миллион, 7 миллион халқы бар Израиль өзінің атом бомбасы бар, ядролық бомбасы бар. Және де бүкіл дүние жүзіндегі ең жақсы қаруланған елдердің бірі болып есептелінеді. Енді бұлардың сылтауы Иранда атом бомбасын жасамақшы, ядролық бомба жасамақшы, ядролық зерттеулерді жүргізіп жатыр деген сылтауменен сол орталықтарды жоямыз деп ең бірінші Израиль өзі Иранды бомбалай бастады. Шыныменен аяқ астынан болғандықтан ол жерде біраз шығын болды. Мысалы айтатын болсақ, біраз ғалымдар жаңа орталықтан көз жұмды. Сонан кейін Иранның арнаулы күші бар, орысшасы корпус стражей исламской революции дейді. Сол шамаменен 150-200 мыңдай әскер арнаулы қызметін атқарады. Солардың ішінен біраз басшылары қаза тапты. Оның ішінде бірнеше генералдар кетті. Міне сондай Иран зиян шекті. Оның есесіне енді Иран келді де өзінің бар мүмкіндігін пайдаланып, Израильдің астанасын және де ірі қалаларын ракетаменен атқылады, дронменен атқылады дегендей солай етті. Сонан кейін бізде халықаралық деңгейде қалыптасқан Израильдің аспанына ешқандай жаудың зымыраны болмаса, ұшағы болмаса, дрон өте алмайды деген қағиданың сол қате екені анықталды. Себебі қазір Израильдің астанасы күл-талқаны шығып жатыр. Және де бір нәрсеге тоқтап кетейін, бұл енді соңғы мағлұмат. Израильдің астанасынан 20 шақырым жерде үлкен құпия лаборатория болатын. Биологиялық лаборатория, химиялық лаборатория. Сол лабораторияға ракета түсіп, лабораторияның күл-талқаны шықты. Оның ішіндегі зиянды микробтар, вирустар, құрт-құмырсқа, жәндіктердің барлығы қазір тарқап кетті. Дүниеге тарап жатыр. Әрине, ол ең алдыменен адамдардың шоқталған үлкен-үлкен қалаларды, үлкен-үлкен елді мекендерді барып тұрақтайды, өсиет өнет жерден, және де зиянын жасайды. Бұл өте қауіпті нәрсе болып тұр. Соныменен бұл енді белгілі бір күштердің араласуыменен уақытша тоқтағаныменен бұл түбегейлі тоқтаған жоқ.
Себебі ол жерде толып жатқан үлкен проблемалар бар. Негізгісі Иран дүние жүзінде 6-7 орында алады, қателеспесем, мұнайдан, газ қорынан. Сонан кейін әлгі Персидский залив, Персид бұғазы дейді. Сол жерден бүкіл дүние жүзіне мұнай, басқа пайдалы қазбалар теңізбенен әрі қарап мұхитқа шығып кетеді. Сол жерде Иранның территориясында жаңағыдай кішкентай ғана бір жер бар, сол жерді ұстасаң, сен бүкіл жүріп жатқан кемелерді тоқтатып қоясың. Осыған байланысты Америка өзінің 2 авианосец дейді, үлкен кемелерін, және де оған қосымша көмектесетін кемелерді сол төңірекке жақындатты. Жерорта теңізі жағынан да, сосын Индия мұхиты жағынан да жақындатты. Және де ағылшындар, басқа да мемлекеттер сол жерге өзінің үлкен қарулы күштерін жақындатып жатыр. Демек, бұл соғыс әзірге тоқтамайтыны өзінен өзі көрініп тұр. Мағлұматты қайдан алды десеңіз, біз негізінен сол интернеттен белгілі сайттар болады, оны белгілі күштер өзінің мүддесіне жұмыс істетеді, бірақ солардың берген мағлұматын талдап, өмірдегі болып жатқан уақиғалармен салыстырып, сонан қорытынды жасауға болады. Әрине, бұл енді біраз уақытты, сосын тәжірибені қажет ететін жұмыс. Соның нәтижесінде біз осындай болжамдар жасадық. Сол болжамдарымыздың кейбірі жүзеге асып жатқанын өздеріңіз көріп отырсыздар. Ал енді сіз сол айтқаныңызда, бұның артында тағы 2 Корея мемлекетінде соғысып кету қаупі бар дегенді айтқан едіңіз. Бұл қаншалықты мүмкін? Бұл қауіпте әлі жоққа шығаруға болмайды. 2 елдің арасындағы проблема тұр. Енді солтүстік Кореяны Қытай, тағы Ресей сияқты елдер астыртын қолдап отырса, оңтүстік Кореяны Америка құрама штаттары, Европа, содан кейін Жапония да қолдайды. Демек, осы елдердің де ол төңіректе өздерінің мүдделері бар. Олай болса, әлемді билеп отқандардың бұл соғыстардың бітпегені керек болып тұр ғой. Әрине. Ол енді соғыс деген жаңада айтып кетті ғой. Соғыс деген былайынша айтқанда қазіргі тілменен ол бизнес. Ол жерде миллиардтаған доллар ақша айналып жүреді. Сондықтан бұл бизнес. Осы біреу әлгі баласынан, жарынан, інісінен айырылып жататын болса, біреулер соның арқасында қалталарын қампитып жатыр. Ол ешкімге құпия емес. Енді алдыңғы сұхбаттың бірінде сіз пандемия қолдан жасалды, ол жасанды нәрсе дегеніңіз. Бірақ осының қайталануы мүмкін ба? Екінші толқыны болуы мүмкін ба? Басқадай тұрғыда ма? Жоқ әлде сол пандемияның жалғасы ретінде ме? Біздің енді болжамымыз бойынша, алып отырған мағлұматтарымыз бойынша, міне соғыс басталды, 3-ші дүниежүзілік соғыс. Бұдан кейін пандемияның да кезегі күтіп тұр, келесі бір түрі. Содан кейін тіпті қосымша айта кетейік, тағы да 2007-2008 жылдағыдай қаржы дағдарысы күтіліп тұр. Енді олай болатын болса, қаржы дағдарысы дедіңіз жаңа. Қаржы дағдарысы болу қаншалықты мүмкін? Бұл қолдан жасалына ма, жоқ әлде ол бір себептерге байланысты болады ма? Қазіргі қаржы дағдарысы сол қолдан жасалатын осы бүгінгі сұхбатымызда шарқымыз келгенше соны көрермендерге түсіндіріп кетсек деп ойлаймын. Иә, ол үшін біз ең алдыменен мемлекет араларында, адамдардың араларында керекті зат, экономикалық тілмен айтқанда тауарлар қалай біріне бірі көшеді, бір адамға тауарды қалай айырбастайды. Бұрын сол тауарды бартер дейтін әдіспен ауыстырған, қойды жаңағы ұнға, ешкіні тағы бірдемеге деген сияқты малменен. Содан кейін құнды тастарды қазіргі ақшаның орнына пайдаланған. Бірақ заман өте келе, біз енді әрі қарап тереңдемей ақ қояйық, заман өте келе сол өлшем ретінде белгілі бір бәріне ортақ өлшем ретінде алтынды
күмісті, сосын мысты пайдаланды. Бізге енді алтын ақша, қазіргі тарихтан белгілі күміс ақшалар, содан кейін жаңағы мыстан жасалған ақшалар белгілі. Бұл заманда қандай қиыншылық туды дейсіз ғой. Енді сол алтын ақшаны, күміс ақшаны алып жүрудің өзі біріншіден ыңғайсыз, екіншіден қауіпті болды. Сіз бір қап алтын ақшаны алып жүрсеңіз, сіз оны қорғайтын 10 шақты адамды өзіңізге сақшы етіп алуыңыз керек болады. Бұл өте ыңғайсыз болды. Сонан кейін вексель дейтін нәрселер пайда болды. Айталық, белгілі бір адамдар сіздің алтыныңызды, күмісіңізді алып қалады да, соның орнына қағазға жазып береді. Мына кісінің бәлендей алтыны бар, бәлендей күмісі бар деп. Сосын сіз сауда жасаған кезде, соны міне бәлендей алтынымның бөлігін сізден алған затымның орнына бердім деп қағазбен қолхат бересіз. Бұл заманда өтіп кетті. 1694 жылдан бастап Ағылшын банкі дейтін банк ашылды. Бұны да өткен сұхбаттарда айтқан болатынбыз. Бұл Ағылшын банкінің қожайындары кімдер болды? Бұлар сол 2,5-3 мың жылдан бері қарап осы мүддені бас мақсат етіп тұтып, сол дүние жүзінің билігіне ұмтылған адамдардың ұрпақтары еді. Олар Англияның патшасын Карл 10-шыны өлтіріп, Кромвель дейтін кісіні пайдаланып, бәрімізге белгілі Уинстон Черчилльдің бабалары герцог Мальборларды пайдаланып, сол билікке жаңа династияны алып келді. Содан кейін бұлардың ықпалы соларға мықты болды. Оларды алдыменен алтындай, күмістей ақшамен қаржыландырып отырып, содан кейін жаңа айтқан 1694 жылдан бастап Ағылшын банкі құрылды. Бұның негізгі ерекшелігі не болды? Негізгі ерекшелігі айталық алтынды алады, алтынның орнына қағаз ақша шығарады. Айталық 1000 фунт стерлинг ақшаға сәйкес алтын сол банкінің қорында жатады. Қазіргі тілмен айтқанда подвалында жатады. Сонан кейін заман өте келе не болды? Жаңағы 1000 фунт стерлинг алтынның орнына 2000, 3000, 5000, тіпті 10.000 фунт стерлинг қағаз ақша шығара бастады. Егер қағаз ақшаны пайдаланып отырған кісілердің барлығы бір мезгілде келіп, маған алтынымды бер десе, онда банк банкрот болады. Оны бере алмайды. Бірақ қағаз ақша алтынның орнына жүріп атқаннан кейін, ісі жүріп атқаннан кейін, сауда саттықтың бәрі жүріп атқаннан кейін, ешкімнің ойына қағаз ақшаның орнына алтынды алып, үйінде сақтау ойына кіріп те келмейді. Міне осы идеяны пайдаланып, осы банк жүйесі бүкіл Европаны жайлады. Содан кейін 20 ғасырдың басына жақындаған кезде бүкіл дүние жүзін жайлады десек қателеспейміз, осы идея. Ал жаңа Англияның банкының қожайындары байыды, Европада кәсіп ету оларға тар болды, сөйтіп Американы жаулады. Ол енді тарихта белгілі. Сосын Американы жаулағаннан кейін ол жердегі жергілікті халықтың бір деректер бойынша 30 миллионы, бір деректер бойынша 40 миллионын сол көзін жойып, жерлерін, табиғи байлықтарына ие болып солай етті. Сөйтіп Америка құрама штаттары мемлекеті құрылды. Сосын Америка құрама штаттары мемлекетінің өзі бірнеше саты деңгейдің дамуынан өтті. Алғашқы кезінде олар Американың долларын өздері шығаратын, оған ие болатын, оған рұқсат беретін Американың конгресі болатын. Бірақ бұл жүйе көп өзін өзі ұстап тұра алмады. 1913 жылы федералдық резервтік жүйе құрылды. Бұл жүйе туралы мағлұматтың барлығы сол ФРС дейміз, қысқаша айтсақ, сол ФРС-тің электрондық базасында тұр. Ағылшын тілінде барлық мағлұмат ешқандай құпиясыз жарияланған.
Ашық ақпарат қой сонда. Иә, қазір оған тоқтаймыз. Сол федералдық резерв жүйесін құруға қол қойған Американың 28-ші президенті Видро Вульсон, акт ОФРС деп орысша айтылады. Енді сол федералдық резерв жүйесі жөніндегі акты дейді, соған қол қойған жаңа кісі. Тағы да жерден жол жөнекей айта кетейік, біз $1 көреміз, $5 білеміз, $10, $20, $50, $100. Онан номиналы үлкен доллар қағазын біз көрмейміз. Ал шынына келгенде $500 купюра бар, $1000 бар, $5000 бар, $50,000 бар, сосын $100,000 купюра бар. Бірақ заң бойынша өздеріне қабылдаған бұл Американың сыртқа шықпайды. Ал жаңа айналымға кірмеген. Айналымда болады, бірақ сыртқа шығармайды. Тек өз Банкілердің қорында тұрады. Сол жерде тұрады. Ал қызығы сол $100,000 купюрде Видро Вульсонның портреті тұр. Бұл мағлұмат. Енді сол федералдық резерв жүйеге кішкене тоқтап кетейік. Бұл жүйені құрған Американың 12 резервтік банкі. Оның қожайындары белгісіз. Жаңа айтып отырмын ғой, бүкіл мағлұматтың барлығы ағылшын тілінде ашық белгілі, ал бірақ сол банкілердің қожайындары белгісіз. Яғни көңіл бөлетін нәрсе, бұл мемлекетке ешқандай қатысы жоқ. Мен енді қалтамнан алып, мына жерде долларды көрсетейін, кейін енді көрерменден алып. Мына жерде жазулы тұрып, мынау ағылшын тілінде федерал резерв жүйесінің банкноты дейді орысша, ноут дейді. Ал төменінде Америка құрама штаттары деп жазулы тұр. Ол тек географиялық орынды ғана көрсетеді. Ал Америка құрама штаты мемлекетіне мына федералдық резерв жүйенің ешқандай қатысы жоқ. Осыны еске сақтауымыз керек біріншіден. Екіншіден, федералдық резерв жүйе ақшаны басып шығуға құқығы бар. Қанша басам десе өз еркінде. Бұлар қадағалап тұрған жоқ. Бұлардың шешіміне ешкім қарсы тұра алмайды. Американың үкіметі де, Американың соты да, Американың прокуроры да, Американың конгрессмендері де, басқалары да ешкім қарсы тұра алмайды. Екінші мәселе осы. Үшінші мәселе, тағы да бір мекеме бар. Бұл мекеме мынау кез келген қаржы жүйесінде есеп қисапты қалай жүргізу керек екенін бақылап отыратын. Бұл да жеке мекеме. Бұны тіпті көп адамдар біле бермеуі де мүмкін. Уақыты келген кезде айтамыз, қазір солардың қандай әсері болатын. Енді айталық, сіздің қолыңызда ақша басып шығарылатын станок болатын болса, және қанша басып шығару өз еркіңізде болатын болса, енді сіздің алдыңызда қандай мәселе тұрады? Сіздің алдыңызда тұратын мәселе мынандай. Бүкіл Американың азаматтары, қала берді басқа елдердің азаматтары, тіпті басқа елдер сіздің ақшаңызды мойындау керек. Ақша ретінде, құнды ақша ретінде мойындау керек. Бұл мәселені қалай шешті федералдық резерв жүйе? Міне 1913 жылы сол жүйенің өзі құрылған болатын болса, 1914 жылы бірінші дүниежүзілік соғыс басталды. Мұның мақсаты не? Мұның мақсаты ол кезде ірі мықты 4 империя болатын. Германия империясы, Ресей империясы, Түркия империясы, Австро-Венгрия империясы. Бұлардың ақшалары алтынға байланған болатын. Қағаз ақшалары алтынға байланған болатын. Алғашқы кезде сол 1913 жылдан бастап 1971 жылға дейін мына ФРС-тің доллары, мен ақш-тың доллары демей әдейі айтып отырмын, ФРС-тің доллары, оның артында алтын болатын. Уақыты келген кезде айтамыз, неге алтынды алып тастағанын. Соныменен бұл соғыста жаңағы 4 империя саяси аренадан кетті. Күйретті. Күйретті. Соныменен
негізгі мәселелері әлі де болса шешілмегеннен кейін федералдық резерв жүйесінің қожайындары деп айта берейік, бұлар екінші дүниежүзілік соғысқа дайындалды. 17 жылы Ресейде елдің билігіне большевиктерді алып келді. Ульянов басқарған, Ульянов басқарған дейміз, Ульяновтың басқарып отырғанда кісілер болды. Оны енді біздің тарихшылар айта бермейді, ол айтқанды онша жақсы көрмейді. Дегенмен енді шындық бізге құндырақ, сондықтан айтамыз. Ленин де қаржыландырған, Лениннің қасында жүрген кейін Троцкий деген кісі келді. Лениннің әйелі болып есептелетін Крупская дейтін Надежда Константиновна болды. Бұлардың барлығында қаржыландырған осы федералдық резерв жүйесінің қожайындары. Бірақ әртүрлі банкінің атынан жұмыс істеп отырды. Мысалы, Ленинді қаржыландырған Ағылшынның банкі, Крупская менен Троцкийді қаржыландырған Бронштейн, шын фамилиясы, Давид Бронштейн, оларды қаржыландырған Американың банкылары. Сондықтан әлгі біріне бірі қатысы жоқ сияқты болып көрінеді. Қысқасы, большевиктер үкімет басына келді. Азамат соғысы басталды, қырғын басталды. Сөйтіп, Ульянов 18 жылы қайтыс болып кетті. Ол кезде қазіргідей теледидар, фотоматериалдар дегенде қазіргі көп газеттерге ондай шыға бермеген. Сондықтан Лениннің орнына басқа бір адам отырды. Қазіргі мавзолейде жатқан кісі. Бізде 24 жылы қайтты деп. 24 жылы қайтты, 24 жылы қайтыс болған жаңағы мавзолейде жатқан кісі. Оның барлығын Сталин де білді ол кездегі, Троцкий де білді, Крупская де білді, бірақ жоғарыда қожайындардың айтқаныменен сол ана кісіні Владимир Ленин деп ұйғарды. Соныменен ол кісі қазір мавзолейде жатыр осы күнге дейін. Енді 33 жылы Германияда үкімет басына Адольф Гитлерді алып келді. Сонан кейін, соның алдында деп айта берсек болады, сол 29 жылдардан бастап 39 жылға дейін СССР-да 1000 ірі завод, фабрика салынды. Бұл негізінен Американың мамандарымен салынды, Американың қаржысымен салынды. Және де Европалық бөлігінде, СССР-дің Азиялық бөлігінде, тіпті кейбір заводтар 1941 жылға дейін тек қаңқасы ғана тұрды, кейін алып келіп әлгі құрал жабдықтарды кейін орнатты оған, соғыс басталғаннан кейін. Гитлерді қаржыландырғанда осы федералдық резерв жүйесінің қожайындары. Оның кім екенін атын атап түсіндік дей алмаймыз, бірақ солардың жобалары. Сөйтіп, енді қараңыз, 33 жылы картопты суға пісіріп, қабығын аршса, қабығына картоп кетіп қалады деп отырған Германия 39 жылы 6 жылда соғысқа дайын болды. Бір жылдың ішінде бүкіл Европаны басып алды. Ол енді тарихтан белгілі нәрсе. Соныменен келді де Гитлер менен Сталинді екеуіне біріне-бірін қарсы қойды да соғыс басталды. Бұл соғыстан кейін, енді біз қысқартып айта берейік, өйткені бұл ұзақ әңгіме. Бұл соғыстан кейін соғыс жүріп жатқан кезде, аяқталмаған кезде 1944 жылы осы федералдық резерв жүйенің қожайындары Бреттенвуд дейтін қалада жиналыс өткізді. Енді әлемде ықпалды бір валюта болу керек. Сол валютаға біз долларды ұсынамыз. Доллардың артында бәлен грамм алтын тұр деп. Бұған Сталин ол кезде кішкене ықпалы күшейді. Мына өзінің қожайындарына бағынбаушылық білдіре бастады. Сөйтіп, өзінің адамдарын жіберді де 44 жылы. Бірақ ратификация жасамады. Соныменен ересек азаматтар біздің біледі, «Известия» дейтін газет болды. Мәскеуден шығатын сол «Известия» дейтін газеттің соңғы бетінде әрбір сенбі сайын дүние жүзіндегі елдердің валюталарының курсы СССР-дің рубліне шаққанда қанша рубль болатыны көрсетіп отырады. Ал СССР-дің рублінде, Сталиннің рублінде
47 жылғы шыққан рубльнен оның бұрында да болды енді алтын, сол алтын болатын, белгілі бір мөлшерде алтын болатын. Оның енді граммына несіне тоқтамай ақ қояйық, біз негізгі идеясын айтайық. Сол алтын болатын. Сонда Сталин айтты, сендер өздерің мына доллардың жүйесіне ене беріңдер, мен енбеймін. Менімен сауда саттық жүргізсеңдер, менің рубльіме шағып, алтын арқылы сендермен сауда жүргіземін деді. Сөйтіп, Сталин көнбегеннен кейін, айтқандарына жүрмегеннен кейін, бұл кісіні тәубасына келтіру үшін 1949 жылы аз ғана у беріп, денсаулығын әлсіретті. Сөйтіп, 12 сағат, 14 сағатқа дейін Кремльде отыратын Сталин соңғы 49 жылдан кейін 2-3 сағатқа ғана барып, қалған уақытта жұмысты үйінде, дачаларында жұмыс істейтін болды. Заманы келгеннен кейін 53 жылы Сталинді биліктен кетірді. Біз енді қайтыс болды деп жаңағы алдымен мавзолейге қойды, енді ересек кісілер оны есінде болар, бірақ кейін мавзолейден алып тастады. Оның себебіне де тоқтай кетейік, енді мүмкіндік бола бере ме, бізде болмайды ма? Сталинді биліктен кетіру үшін қасындағы оның қорғаушыларын, генерал Власиктен бастап бәрін аластатты. Сонан кейін ол кісіні емдейтін дәрігерлердің бәрін аластатты. Дәрігерлер ісі дейтін үлкен іс қозғалып, төңірегінде аластатты. Соныменен заманы келген кезде нөмірі 18-ші орысша айтқан двойнигі, ана кісінің қуыршақ несі, соны дүниеден өлтіріп, кетіріп, мавзолейге қойып қойды. Бірақ біреу болмаса біреу біліп қоятыны белгілі болды. Сталиннің шын өзімен араласқан кісілер ол кезде көп болатын. Сондықтан келді де Сталинді мавзолейден шығарып, Кремльдің дуалының қасына жерледі. Шын Сталин, белгілі бір мағлұматтар бойынша, шын Сталин 1973 жылы дүниеден өтті деген мағлұмат бар. Ондай ақпараттар да бар. Иә, оны енді қаншалықты рас өтірігіне біз енді кепіл бола алмаймыз, бірақ мына айтып отырған нәрсе қисынға келеді. Және де бұл егерде өтірік болатын болса, ол талай шу шығатын еді, бірақ ешкім үндемейді. Ешкім үндемегеннен кейін бұған енді ешкім мән де бере бермейді. Енді сол долларға тағы да әрі қарап кете берейік. 1970 жылы Францияның президенті генерал де Голь бүкіл Францияда жүрген доллар қағаз ақшаның бәрін жинап алды да бір самолетпен Вашингтонға барып, федералдық резерв жүйесіне барып, сендердің қағаздарыңды алып бердім, маған алтынды бер деді. Ереже бойынша енді беру керек. Ол енді шыққан ақшаның көп болса, оннан бір бөлігі ма, кім білсін, бір бөлігі ғой. Сонда генерал де Голь бір кеме алтынды Францияға алып келді. Ол ізінше Францияда студенттердің толқуы пайда болды. Де Голь биліктен кетуге мәжбүр болды. Көп ұзамай көз жұмды. Жұмбақты құпиялау жағдайда көз жұмды. Сонан кейін Ямайкада қайтадан жиналып, жаңа федералдық резерв жүйесінің уәкілдері, енді біз долларға еш уақытта ешқандай алтын бермейміз, доллардың артында алтын жоқ деп қазір ойында. Қазір сол 71 жылдан бастап 54 жылдан бері доллардың артында ешқандай алтын жоқ. Тек қана қағаз. Онда қалағанша басып жатыр ғой 24 сағат. Иә, бұл да проблема. Оған да келеміз, қазір тоқтаймыз. Бұл да проблема. Өзіңіз білесіз, енді күні-түні ақшаны басып таратып жіберсеңіз, инфляция дейтін нәрсе болады. Онан да сақтану керек. Бұл үлкен нәрсе. Енді тағы да бұл жерде реті келгенде тоқтай кетейін. Федералдық резервтің жүйеге қызмет ететін ғалымдарыңыз, экономистеріңіз, әскери мамандар, барлау мамандарының барлығы, бұлар журналистеріңіз, басқа мамандардың барлығын бұлар өздеріне үлкен айлық беріп, қомақты өздеріне қаратып алған. Демек, бұлардың атқарып отырған ісінен мін табу қиын. Сыртқы көзге көрінбейді. Ол үшін үңілу керек. Мен сізге айттым ғой, сол бұл мәселені мен енді бірінші жыл емес, ондаған жыл бойы зерттеп келе жатқаным. Енді айта кетейін, 1977 жылы естеріңізде болса, Брежневтің конституциясы қабылданды.
Брежневтің конституциясы қабылдаған кезде бұл конституция дүние жүзінде қалай екен деп мен ұлттық кітапханада қазірге барып бірінші рет Американың конституциясын ағылшыншасын, орысшасын алдым. Сосын байқаймын, енді жаста болсақ сеземіз ғой, мені аңду көбейген сияқты болды. Сол уақыттан бастап мен аңдудамын. Былайша айтқанда. Бірақ енді мен өз мемлекетімнің, өз елімнің патриоты, азаматы болғандықтан өз еліме еш уақытта зиян келтіретін нәрсеге бармаймын. Сондықтан өзім сенімдімін. Осындай жағдай бар. Соныменен қысқасы айтып отырмын ғой, сонда біраз уақыттан бері бұл мәселемен мен айналысып келе жатырмын. Әлгі мамандығым басқа болғанмен, әлгі орыстың тілінде хобби дейді ғой, бір өзіңе қызықты нәрселерді зерттейсің, ізденесің, сол сияқты нәрсе болды. Сонымен айтайық, жаңағы мәселелерге тоқтайық енді. Дүние жүзіне мойындату үшін тек қана СССР қалды, мойындамаған. Басқа елдердің барлығы мойындап, долларды кәдімгі қабылдады, сөйтті. Сонан кейін Хрущев келді енді билікке. Хрущев келген кезде біраз нәрсені білдіріп, бұл кісі де сол долларменен көп нәрсені сауданы жасайтын болып қалды. Бейімделе бастаса. Бейімделеді. Ал енді 1985 жылы билікке Горбачев келгеннен кейін, сол Горбачев, оның мақсаты СССРді ыдырату болатын. Шынына келгенде ол енді Горбачевтың мақсаты емес, федералдық резерв жүйенің қожайындарының мақсаты. Оған да бір тоқтарымыз кішкене есіне келгенде. Сонан кейін келді де бүкіл дүние жүзілі осы долларға кәдімгі байлап қойды мойнына, сол доллардың қамытын киді. Біз бәріміз де сол доллардың үлкенді кішілі қамытын сүйретіп келе жатырмыз. Қазақша қарапайым тілмен айтсақ. Онан қашып құтылатын қазір мүмкіндік жоқ. Сенбесеңіздер, біздің елдің бұрынғы СССР-дағы мүше болған одақтар республика қазір мемлекет болып кетті ғой, солардың банк заңын мұқият оқып шықсаңыздар, өздеріңіз көресіздер. Біздің банк жүйеміз, Ресейдің банк жүйесі, тіпті 2 миллиардқа жақын халқы бар Индия мен Қытайды қараңыз, олардың да банкі туралы заңын қарасаңыздар, олар да дәл осы біз сияқты жағдайда. Өткенде бір сұхбатымызда айтып кеткен болатын, мысалы Қазақстан $1000 мұнай қазбалы байлық сататын болса, соның міндетті түрде $400 Американың үкіметінің облигациясы, трежерис дейді. Соны сатып алуға мәжбүрміз. Оны Ресей де жасайды, Қытай да жасайды, Индия да жасайды. Бүкіл әлемнің елдері солай етеді. Алмауға хақылары жоқ. Алмауға хақылары жоқ. Банкінің заңында солай жазылып тұр. Ал банкінің заңын кім әкеп берді дейсіз ғой? Өзіңіз көріп отырсыз. Ағылшын тілінде банкінің заңдары келді, оны біреу орысшаға аударды, біреу қазақшаға аударды, сөйтіп қабылдап жіберді. Күштінің бір жері дермен тартады дейді ғой қазақтар. Дәл сондай жағдай. Ал сіз айтқандай күні-түні долларды басып шығара берсеңіз, ақша көбейіп кеткеннен кейін инфляция болады. Инфляция ол ешкімге тиімді емес. Және де ақша, доллардың өзі күшін жойып кетеді, құны жойылып кетеді. Қандай жағдай болу керек? Долларды бүкіл әлемдегі барлық елдер соны сұрап отыру керек. Маған доллар керек, маған доллар керек деп. Сондай жағдайда ұстап отыру керек. Мінекей. Сол үшін ойлап табылған нәрселер мінекей. Биржалар, фондтық биржалар дейді. Сосын тағы толып жатқан инструменттер бар, құралдар, оны айтамыз. Биржа. Биржа деген не? Биржа деген, бұрын биржаның енді тарихына кішкене тоқтап кетейік. Биржа деген 16-17 ғасырда негізі қалана бастады әр елдерде, Европаның. Мақсат не? Сіз айталық зауытыңыз бар, фабрикаңыз, менде ақша бар. Бірақ ол ақшаны мен өзім іске қоса алмаймын, мен сіздің мекемеңізге соны саламын. Ол үшін сіз маған акция деген нәрсені бересіз. Құнды қағаз, мөрі бар, формасы бар, құны жазылған айталық, доллармен айта берейік енді. Әрбір акцияңыз $100 дейік. Менде $1000 бар еді, мен $1000 енді аздау болар енді. $10,000 бар еді, сізден сол $10,000-ға жаңағыдай
акцияңызды алдым. Не қыламын? Сіздің зауытыңыз жұмыс істеп жатыр, фабрикаңыз жұмыс істеп жатыр. Жылдың аяғында сіз кіріспен шықсаңыз, пайдамен шықсаңыз, соның белгілі бір бөлігін меніменен бөлісесіз. Мен сияқты басқа адамдар да көп. Сіздің мекемеңіздің акциясын алған адамдар. Соларға бөлісесіз. Ол кездерде, мысалы, мен сол $10,000 сізге беріп қойдым, үйде шалқайып жатып, соның үстінен түскен пайдасынан күн көріп отыра беруге болады. Демек, 10 жылдап тіпті бірнеше буындар соны пайдалана беретін болады. Кейін енді 20-шы ғасырға келген кездерде бұл мәселе кішкене өзінің негізгі формасын өзгерте бастады. Бұл жерде не болды? Бұл жерде жаңағы сіздің акцияңыз жүре береді. Сіздің акцияңызды енді биржаға тіркеуіңіз керек. Биржаға тіркеледі, бәлен акцияңызды биржаға тіркетесіз, сонан кейін кейбіреулері, акцияның өз түрлі болады, оны тоқтамай қояйық, сол биржада жүрген ақшаларды үшінші, төртінші адамдар келіп сатып алады. Сіздің мекемеңіздің акциясын сатып алады, сосын не қалады? Бір кездерде жаңағы, бұл енді федералдық резервтің жүйесінің бұл айласы. Сосын газетіңіз, теледидарыңыз, радионыз, қазіргі жағдайда интернетіңіз бәрі шулай бастады. Ой, мына компания жақсы, қызметі жақсы жүріп жатыр. Көтеріп келе жатыр. Пайдасы көп болады деп. Сол кезде сіздің акцияңыз қымбаттайды. Қымбаттайтынын білесіз де, сіз алдын ала сатып аласыз. Айталық, сіздің $100 акцияңызды мен келемде $105 алып аламын. Өйткені менде ол енді федералдық резерв жүйесіне менің қатыстығым бар, іштен аламын да жаңа көп акцияны алып жатамын сізден. Сосын басқа біреулер де келіп сіздің акцияңызды алғысы келеді. Сол кезде не қалады? Сол кезде сіз акцияны тағы да көбейтіп шығарасыз. Жасанды болып. Жаса көбейтесіз акцияны. Көбейте бересіз. Сосын қызығушылар көбейеді. Сіздің акцияңыз өтіп жатыр. Сонан мен енді ең көп акцияны алып қойдым ғой. Енді не қыламын? Енді келемінде ол акцияны сата бастаймын. Сізден 105-ке алдым ба, енді акцияң 115 болып кетті. Мен сол кезде сата бастаймын. Ана себебі алушылар бар. Арадағы әрбір акциядан $10 менің қалтама пайдаға түседі. Сонда ешқандай жұмыс істемей, жаңа отырып брокерлер осындай пайда табады. Бұл сөз енді барлық брокерлер дәл осындай пайда табады деген мәселе емес. Айталық 1000 брокер болса, соның 3-4-еуі ғана осындай пайда табады. Мүмкін 10 шақтысы да бар. Қалғандары сол бұндай ірі пайда таба алмайды. Әлгі $108 алып, $110 сатса, $2 ғана пайда табады. Мен құсап $10 пайда таппайды. Қысқасы, бұл барып тұрған қартаның ойыны казино сияқты. Және оны бағыттап отырған күш бар. Бағыттап отырған күш тағы да федералдық резерв жүйе. Сіздің акцияңызды алу үшін менде ақшамды бердім. Басқа адамдарда ақша болу керек. Оларға кредит береді. Бұны жалғасы. Аз процентпен, 1%, 1,5%пен кредит береді. Сосын адамдар акцияны ала береді. Сіз сияқты акциясын биржаға салған мекемелер көп қой. Дүние жүзін алған кездерде. Қазір енді айтатын болсақ, миллиондаған мекеме бар шығар. Солардың кейбіреулердің жаңағыдай акциясы өсіп жатқан кезде алады. Кейбіреулердің акциясы өтпейді, ол тұрады. Қысқасы осындай ойын басталады. Бұл екі мәселені шешеді. Біріншіден, жаңағы сіз айтқан инфляцияның тоқтату үшін артық ақша биржада жүреді. Көрдіңіз бе? Ішкі саудадағы ақшадан, керекті зат алатын ақшадан басқа ақшалар биржада жүреді. Ол ақша тіпті ұшы-қиыры жоқ, көп ақша. Міне осындай нәрсе пайда болады. Бұл биржа. Енді ипотека тоқтап кетсек. Мына 2008 жылғы дағдарыс Америкадағы ипотека дұрыс жүрмеді. Соның себебінен жаңағы дағдарыс болды деген ұғым пайда болды бізде. Соған тоқтайық. Ипотека деген бізде де бар ғой. Бар ғой енді. Енді кейін егемендік алғаннан кейін оның ішінде соңғы 20 жылдың ішінде енді оған қарайық. Мысалы, біздің Асекең үй алғысы келіп жүр. Банкіден $100,000 кредит алады. Сосын $100,000-ға үй алады. Үй $100,000 болып тұр. Сөйтеді, жаңағы мен айтқан
федералдық резерв жүйе газеті арқылы, теледидары, радиосы, интернет арқылы айтып жатыр, мынау жылжымайтын мүліктің бағасы өседі. Сөйтіп шынымен жайлап өседі. Жаппай бәрі соған Иә, болады. 2 жылда Асекеңнің алған үйі $100,000 200,000 болады. 2 есе өсіп кетті. Асекең ақылды, Асекең ақылы бар. Ол қарап отырды да, ешқандай процентін төлеген жоқ дейді де, ана үйін $200,000-ға сатып жіберді. 2 есе қымбаттаған кезде. Онда $200,000 пайда болды. Сосын аз ғана процентін төледі, жаңа үйінің $100,000 кетті ғой енді. Соныменен шамаменен 95-96 мың $2 жылда пайда тапты. Дәнікті қой Асекең. Енді не істейді? Енді банкте бұл енді сенімді клиент. Бұған $200 да кредит бере алады. Сөйтіп Асекең тағы да ойынға кіріседі. Құныға сөйтіп. Елдің бәріне ондай нәрсе өтпейді ғой. Бұл енді бір кезде тоқтайды ғой. Сол тоқтаған кезде не болады? Тағы бұл жерге мына жерге тоқтап кетейік енді. Банк не істейді? Асекеңнің үйін ең бірінші залогқа алып қойды ғой. Сол залогқа қағаз шығарады. Оны келетте үшінші біреуге сатады. Асекеңнің залогының қағазын. Өзін емес. Иә, өзін емес. Әлгі үйі банктың несінде тұр? Балансында тұр. Соған қағаз шығарады да $100,000 жаңа қағазды сатады. Оны басқа біреу алады. Ол келетте сондай қағаздар жинап алып, ол өзі тағы қағаз шығарады. Жаңа компания, ипотечный компания. Оны дериватив дейді. Қазір біздің енді страховщиктер біледі. Бұл да неге түседі? Айналымға түседі. Біреулер 10-ды алады. Үшінші біреу алады да оны жиып, өзі үшінші деңгейдегі қағаз шығарады, құнды қағаз. Бұл енді алғашқыдан арзандау болады, оған алушылар да аз болады, бірақ сол қағаз шығады. Оны алушыларға да федералдық резерв жүйе ақша береді. Ақша беріп отыр. Яғни бәрін қарыздар қой, байлап қарыздар, бәрі қарыздар. Сосын бұрын енді әлі бірнеме залог қою болатын болса, ол залогты қоймайды. Қазір ол залог. Бірден бере салады. Айталық, сіз сенімді адамсыз, иә, бере салады. Сонан кейін тағы мынандай нәрсе пайда болды. Жаңа пластиковый карта дейтін нәрсе бар. Бұған да тоқтай кетейік. Бұны біреу біледі, біреу білмейді. Америкада сол 2000 жылдардан бастап поштовый ящигіңізде банкінің келісім шарты жатады, сонымен бірге пластиковый карта жатады. Біз әлгі ақша алып жүрген пластиковый картамыз сияқты карта жатады. Пластиковый картаны қолдандың ба, сен дейік ана банкымен келісім шартқа тұрдың дегендей болады. Менің бір таныстарымның танысы Америкада баяғыда көшіп кеткен кісі ғой, сол айтыпты. Мен дейді үйге келген жаңа пластиковый карталарды аңдып отырып, үйдегі балалар, болмаса әйелі, біреулері пайдаланып қоймаса, қайшымен қиып жарамсыз қылып тастап отырдым дейді. Енді қараңыз, 2008 жылдың ортасына таман бүкіл Американың азаматтары жаңа пластиковый картадан $950 миллиард қарыз болып қалған. 950 миллиард деген қайдағы ақша ол? Сол себептен де ме 2007-2008 жылдары Американың азаматтары төлей алмай қалған себеп осылар байланысты? Пластиковый картаны айтуым бұл. Тек пластиковый карта. Мен әлі неге келген жоқпын, ипотекаға келген жоқпын әлі. Бұл пластиковый карта. Енді не болды? Өсті ойын басталды. Федералдық резерв жүйе ақшаны берді, белгілі деңгейге жетті ақша. Өзінің мақсаттарына жетті. Енді не істеу керек? Енді келетте ақшадан қысу керек. Ол үшін нағылды. Бұрын 1%-пен ақша беретін болса, 2006 жылдан бастап 5% бола бастады. 5%-ке алып, оны сен игеріп, оны жаңағыдай, оны қайтаруың үшін қанша еңбек етуің керек. Көрдіңіз ба? Ол болмай қалды. Міне ипотекадан жаңағы қанша адам бір мезгілде алып қарызды төлей алмаған себебі осы. Федералдық резервтік жүйе өзі келді де осыны ұйымдастырды. Ақшаны қысып қойды, ақша бермей қойды. Ақша бермегеннен кейін енді сіздің акцияны алатында, басқа екінші, үшінші сорт акцияларды алатында ақша болмай қалды. Міне бұл керекте фондтық биржаны, тағы пластиковый биржа кетті, пластиковый операция ол кетті, сөйтіп келді де бәрі қылады. Тағы бір нәрсе қалып тұр енді бұл жерде. Сақтандыру мәселесі.
Бұл төртінші не болатын, жаңағы рычаг болатын. Айталық, сіз Асекеңнің жаңағы үйін залогқа алдыңыз, қағазыңыз, оның қағазын саттыңыз. Бірақ сіз енді ол қағазға жауап беруіңіз керек қой. Сол жауапты не қылады? Ана сақтандыру мекемесінің біреу келеді де соны страховка жасайды. Айталық, сізде жаңағы $100,000 болатын болса, ол шамамен бір $50, $60 страховка жасайды. Мен шамамен айтып отырмын, цифрлар аз. Сонан кейін не болады? Сосын страховка жасаған, сақтандыру жасаған компанияның өзі екінші бір компаниямен келісімге тұрады. Сен менің мына жасаған страховканы, сен де страховка жаса. Ол енді оған анау көп болса $60 емес, бір $30 ғана береді. Перестраховка дейді мұны. Не қажеттілік? Иә. Не қажеттілік? Вот қазір қажетін көресіз. Бұл не қылады? Бұл да страховка жасайды, қағаз шығарады. Оны CDS деп атайды американың тілінде, CDS. Ол да оны неге салып жібереді? Биржаға салып жібереді. Оны да сатып алып, біреуге сата беруге болады. Міне, сол CDS-тің қарызы қазір айтайын, Америкада 8-ші жылы $13,4 триллион болды. Ал Американың өзінің бюджеті 10 триллионның о жақ жағында. Американың жылдық бюджетінен, табысынан, кірісінен ішкі ВВП дейді ғой, ішкі өнім көлемінен асып кетті. Ал бүкіл дүние жүзі бойынша қазір айтайын 54,16 триллион болып кетті. Жаңа CDS-тің қарызы. Ал дүние жүзінің бүкіл әлемнің ішкі өнімінің көлемі 50 триллионның о жақ жағында. Сонда 4 триллион асып кетті. Көрдіңіз бе? Енді келді ақшадан қысты. Сіз өзіңіздің уәдеңізді орындауыңыз керек, договорыңызды орындауыңыз керек, мен орындауым керек, елдің бәрі орындау керек. Ақшаны қайдан алады? Ақша жоқ. Банкілер келеді де өзінің актив дейді ғой. Әлгі мүлк бар, құнды қағаздардың артында шын ақша тұрған қағаздарын сата бастайды, акциялар. Күтіп отырады да, федеральный резервный жүйеменен байланысты банкілер аналарды жайлап ала бастайды. Асекеңнің үйі ФРС-ке көшіп кетті. Ана банкир жаңағы, ақша берген банкир тек қағазбен ғана қалып қойды. Сөйтіп, осындай нәрсе 2007-ден 2008 жыл, 9 жылға дейін осы жүрді де жатты Америкада. Ірі банкілердің барлығы банкрот болды. Банкрот болмайым дегендерінің акцияларын айталық $100 акцияларын $10, $10 акцияларын $1 жаңағы керек банкілер сатып алды. Оларға жайлап қана федералдық резерв жүйе қаржы беріп отырды. Өз банкілеріне, басқаларға бермеді. Мысалы енді AGI дейтін страховалық сақтандыру компаниясы болды. Соның филиалы Алматыда болды. Бірақ сол AGI дейтін компанияға федералдық резерв жүйе ақша бермей, ананың керекті құнды қағаздарын өзіне алып алғаннан кейін 900 миллиардтай кредит берді. Түсіндіңіз ғой? Керегін алып алды да, содан кейін кредит берді. Алматыдағы компания кейін жабылды. Монғолияда, анда-мында, Өзбекстанда бар ол компания. Менің деректерім нақты. Сонан кейін мына нәрсеге тоқтау керек болып тұр. Ипотечный бум дейміз ғой. Ипотека үйдің қымбаттап жатқан кезінде айталық бір кісі $300,000 кредит алды. Жоқ, миллион дейік, миллион алайықшы, миллионмен жұмыс істеу жеңіл болады. $1,000,000 кредит алды дейік. Кредит алды, немесе өзінің ақшасы болды. Сол ақшаны енді жұмыс істету керек қой. $500,000 үй алды. Сосын $500,000 акцияға салды. Заманы келді, енді сіздің $500,000 алған үйіңіз 2 есе түсіп кетті бағасы. $250,000 ғана доллар. Ал $500,000 алған акцияңыз 50,000 ғана болып қалды. Құлдырай келіп, акция солай болып қалды. Сонда не болды? Шын миллионның орнында сізде 300,000 ғана ақша қалды.
$700 мың ақша күйіп кетті. Міне федералдық резерв жүйеге осы керек еді. Сонда жаңағы дағдарыстың арқасында $700 мың менде күйіп кетті. Өзімнің $1 миллион жаңа ойынға салғаннан кейін солай күйіп кетті. 2008 жылғы инфляция сол кезде күйіп кетті солай. Сол кезде квартиралар $200 мың болса, арқасынан $100 мың болып қалса. Бізге ол енді тек қана кішкентай пұшпағы ғана жетті. Шын мәселенің бәрі ана жақта болып жатты ғой. Ал енді инвестициялық қорларшы? Инвестициялық оларда дәл сондай болды. Мысалы, енді пенсионный фондтарды білесіз ғой? Иә. Пенсионный фондтар өз ақшасын сол инвестфондтарға салады. Инвестфондтар жаңағы өздері сенімді деп ойлаған компаниялардың акциясын алады. Сол акциядан түсетін жаңағы оларда ойнатып отырады. Жаңағы ұтымды пайдаланса, мағлұматтары дәлірек болса, нақтырақ болатын болса, олар пайдаға шығуы мүмкін. Ал мысалы Жапония ешкімнен былай осал ел емес қой. Ол жерде капитализм дамығанына қанша болды? 2008 жылы Жапонияның инвестициялық жаңағыдай пенсиялық қоры екі саусағын танауына тығып қалды, жаяу жүріп қалды. Себебі күйіп кетті акциялар. Алған акциялар күйіп кетті. Сондай мысал да бар менде. Енді біздің нелерге бармай ақ қояйық енді оны. Сол Жапонияның өзінде сондай жағдай болып қалды. Оны қалпына келтіру үшін кем дегенде 300 жыл керек деген мағлұмат бар менде. Сонда күйіп кеткен ғой, түк болмайды. Жапония сауда саттықты білмейді, экономиканы білмейді, өндіріс білмейді деп біз айта алмаймыз. Солардың адамдардың өзі жағдайға ұшырады. Қысқасы осыменен міне кризис болды, дағдарыс болды. Бірінші не істеу керек енді? Енді жаңағыдай Асекеңнің үйі сияқты үйлердің барлығын, шын байлығы бар нәрселердің бәрін алып алды. Дүние жүзіндегі өндіріс, зауыт, фабрикалардың акцияларын алып алды. Қазба байлықтарын. Барлығын алып алды. Бұның барлығы тек осы бағытта өтті десек, біз қателесеміз. Американың өзінде де бұған көнгісі келмейтін ірі компаниялар бар. Мысалы, менің мағлұматымда бір банк федералдық резервтің жүйенің айтқанына көнбейді. Айтысып келіп, сол федералдық резерв жүйе жаңағына ештеме жасай алмайды. 8 жыл ештеме жасай алмайды. 9 жыл ана банк өзінің орнында қалды. Аты жөнін айтпай ақ қояйын, ол банктың себебі бізге теріс әсері тиюі мүмкін. Сол қалды. Демек, олардың ойын тәсілімен ойнамады олар. Ойнамағанда өзінің мүмкіндігі болды. Сол мүмкіндіктерін пайдаланып, маған қарсы тұрып, өзінің дегеніне жетті, тірі қалды, қысқасы айтқанда банкрот болған жоқ. Әрине енді зиян шекті ғой. Сонан кейін демек федералдық резервтің жүйенің 2008 жылы ұйымдастырған дағдарысынан барлық мәселе шешілді деген дұрыс емес. Шешілмеген мәселелер көп тағы да. Енді бұл жерге тағы бір немеге тоқтап кетейін. Мына өткенде сізге жай әңгімеде айтып едім ғой. Жаңағы айттық қой, $1000 біз мұнай сатсақ, қазбалы байлық сатсақ, соның $400 Американың үкіметінің құнды қағазын аламыз дедік. Трежерис деді. Сонан кейін енді $600 біз ақша шығаруымыз керек. Болады, рұқсатымыз бар. Банк заңында солай. Бірақ $600 біз ақша шығарсақ, бізде инфляция күшейіп кетеді. Сондықтан не істейміз? Сондықтан біз $40 ғана ақша шығарамыз. Мен санды шартты айтып отырмын, процентке шаққан кезде ыңғайлы болсын деп. $40 ғана ақша шығарамыз, теңге. Сол теңгені оборотқа жібереміз, айналымға. $20 қалды ғой. Әлгі Ресейде стабилизационный фонд дейді, біздер әлгі фонд благополучия бірдеме дейміз. Сол сияқты фонд құрылды. Ол ақшаны қайда сақтады? Барлық дүние жүзінің мемлекеттер. Ол келді, оған немесе жаңағы Американың үкіметінің облигациясын алды, трежеристі, немесе ірі сенімді деген банктердің акциясын сатып алды. Білдіңіз бе? Сонда $20. Сөйтіп, айталық Қытайда, Ресейде, Қазақстанда, басқа елдерде сөйтіп фонд сақтады. 2008 жылы федералдық резервтік жүйе именно осындай қордың ақшалары жатқан банкілерді банкрот ете бастады. Көрдіңіз бе? Сонда бүкіл дүние жүзін тағы да бір әдіспен тонады.
анау бітті, жоқ, күйіп кетті. Оған дауласа алмайсыз. Банкрот болған кейін ешкімге сіздің дауыңыз жоқ. Әлгі үстелі, стульялар, бірдемелер қалса, содан бөлінген ақшадан копейкелер тиюі мүмкін, тиындар. Жоқ. Банкроттың заңы сондай. Міне осындай нәрсе болды. Және де қай уақыт екені маған белгісіз, бірақ осындай дағдарысты күтіп отырмыз. Егер 2008 жылдары бүкіл әлемнің қаржысының 40% күйіп кеткен болатын болса, бұл жолы шамамен 30%-дай күйу керек. Болжамдар бойынша. Экономистердің осыны зерттеп отырған адамдардың мағлұматтарын салыстырған кезде мен сондай қорытындыға келіп отырмын. Енді біз не істеу керек? Мысалы, Қазақстанның үкіметі не істеу керек? Уламай, шуламай, жаңағы стабилизационный фонд бірнеме дегендегі жинап қойған ақшамызды не істеу керек? Өндіріске салу керек. Өндіріске салғанда, қандай өндіріс Қазақстанда тиімді? Қазақстанда тиімді ауыл шаруашылығы қазір. Бүкіл мынау Астана, Алматы, ірі қалада қаңғып жүрген қазақтарды ауылға топтастыру керек. Олар ауылға қайтпайды ғой. Ақша берсе қайтпақтығы жүгіріп кетеді. Мен енді бұл жерде Иранның мысалын келтірейін. 2009 жылы Қазекеңмен бірге бардық қой, оны өзіңіз білесіз. Біз сонда біраз жерлерді араладық. Сонда Қазекең екеуміз бір Ардабиль провинциясында үлкен шаруашылықта араладық. Шаруашылықтың жерінің көлемі ұзындығы 60 шақырым, ені 35 шақырым. Бір шаруашылық, және ол мемлекеттік. Оны басқаратын 34-тегі жігіт. Сол бізді аралатты. Иранда жалпы айлық сол кездерде 150-200 доллардың жақ жағында болатын. Бензин біздің ақшамызбен 12 теңге болатын. Нан, қара нан дейміз ғой біз енді кәдімгі 12 теңге болады біздің ақшаға шаққан кезде. Үкімет соны солай етіп ұстап отырды. Енді ана мекемеге келсек, сонда сол мекемеде сиыр ұстайды екен, бір сиыр 64 литрге дейін сүт береді. Ол сүтті дәл сол жерде өзінің фабрикасы бар. 100-ге жақын өнім жасайды. Айран, қатық, неменеді, қаймақ, тағы толып жатқан 100-ден асады өнім жасайды. Және де соны әлгі холодильник машинаменен төңіректегі провинциядағы қалаларға жеткізіп отырады. Басшысының кабинетінде үлкен экран тұр. Қай магазинде қанша зат түсті, қаншасы өтті, қанша ақша бұның есебіне түсті, соның бәрін көріп отыр. Енді бір сиырыңыз 64 литр сүт береді, тәулігіне. Сонан кейін жаңа туған бұзаулар, 1 жастағы бұзаулар, 2 жастағы, 3 жастағы бөлек-бөлек, еркек ұрғашысы бөлек-бөлек, әрқайсысы өзінің орнында. Сосын бидай егеді, арпа егеді, сұлы егеді, жоңышқа егеді, тағы толып жатқан нәрселердің барлығын жасап қойған. Соны суарғанда бір жерде орталықтан бүкіл тыңайтқыштардың барлығы сол беріліп, керек жерге керек немен бір жерден басқарылып отыр. Соны біз араладық. Ал сиыр 25 литрден аз сүт беретін болса, оны браковать етеді. Етке жібереді, семіртіп сойып жібереді. Олардың жеген жемін көрсеңіз, енді ол бір ұзақ әңгіме, енді ауыл шаруашылығы жөнінде айтқан кезде айтармыз оны сондай. Сонда Иранның табиғатта бізге жақын ғой, күн ыстық. Сонда бастырық жасап қойған, бастырықтың астына сиырлар келіп, ана жерде бүркіп жаңбыр жауып тұрған сияқты. Жерде тұрады да, барып тұмсығымен басып су ішеді. Ана жерде жейтін тамақтары тек күйіс қайыра беретіндей деңгейге келтіріп қойған. Ішінде керек тұзы, басқа минералдарының бәрі бар. Бірақ көптеген жылдардың жемісі ғой енді. Иә. Бірақ бізде оның ешбір нұсқасы да жоқ. Жоқ, енді ол жасау үкімет қолға алды десе ол қиын емес. Ешқандай қиындық жоқ. Ал енді ауыл шаруашылығынан басқа қай бағыттарды дамытуға болар еді? Әрине мал шаруашылығы, ет керек болады. Мысалы, біз енді өткен подкастымызда айттық қой. Астананы көшіру себебінде, Экспо 17 жөнінде, сосын РФЦ дейтін, Астана дейтін мәселе туралы айтқан болатымыз. Осының бәрі тегінен емес. Біздің елге сол Лондон Сити көшіп келетін айтқан болатымыз. Және де оған қосымша алғашқы 5-10 жылдың ішінде біздің елге 30 миллион адам көшіп келу керек. Олар бүкіл дүние жүзінің ығайы мен сығайы, былайынша айтқанда, мықты ғалымдары, мықты экономистері, мықты бизнесмендері, байлар деп айтуға болады.
міне олар не олар әлгі біздің әлгі бордақылаған малдың етін жемейді, сосын әлгі тыңайтқыш қосқан жерден шыққан өнімді жемейді. Оларға таза тамақ керек. Осыны біз алдын ала ескеріп, іске қосып, жаңағыдай мекемелерді жұмыс істете бастасақ, біз көп нәрсені ұтамыз. Енді осы жердегі әлгі пәтер жалдап, көк базарда, базарларда арба сүйреп жүрген қазақтарды ауылға үй беріп, үйіне газ орнатып, ішіне әлгі ваннысын, душын орнатып, сосын интернетті орнатып берсеңіз, айына $1000 жақын ақша берсеңіз, бармақтығы жүгіріп кетеді. Сосын ауылда жағдай жасау керек. Мектебін, басқа инфрақұрылымдардың барлығын қалпына келтіру керек. Олай қарайтын болатын болса, солтүстікке қаншама қазақтар шақырып, соларға жағдай туындатқандар да бар. Бірақ тұрған жоқ қой. Солардың бәрі тасып кетті. Демек, бір жерде бір кемшілік болды ғой. Енді тұрып қалғандар да бар. Оңтүстіктің қалып солтүстікке үйрену қиын, ол жақ салқындау ғой. Ол да бар. Көшірудің де ол кезде саяси мағынасы болды. Бірақ осы ауылда жүрген, мысалы, Қызылорданың, Шымкенттің, басқа Түркістанның қазақтары еліне жағдай жасаса, ол не қылады мына жерде арба сүйреп? Өзінің үйі болады, өзінің жайы болады, жер беру керек. Айталық, 50 сотық, 1 гектардан үйге жер беру керек. Оған біздің Құдайға шүкір жеріміз көлемі жетеді ғой. Жеріміз көлемі жетеді ғой, көстік өтқандар да. Міне осыны жасау керек. Ол саған ұнайды ма, ұнамайды ма, осыны жасамасақ, ана келген адамдар өздеріне өзі жасайды. Бірақ сол кезде біз далада қаламыз. Осы нәрселерге солай қарап отыр ма бүгінгі күнде? Мәселе осында болып отыр. Біз енді сол сізбен біздің ойлайтынымыз жеке меншік, жеке өзіміздің мүддеміз емес, халықтың, ұлттың, мемлекеттің мүддесі болғандықтан осыны біз айтуға мәжбүрміз. Кезінде айтып едік, ескермедіңдер деп айтуға да болады. Кейбір кездерде үкіметтің ішінде де халықты, елді, болашақты ойлайтын азаматтар бар, олардың құлағына мінекей алтын сырға. Олай болатын болса, дағдарыстың өзі кездейсоқ болмайды, ол жасанды түрде жасалынып отыр. Міндетті түрде. Ал енді бұдан қазақ елінің шығуы үшін қандай мүмкіндіктер одан басқа тағы да айтар едіңіз? Енді ол үшін бізде сыртта баяғыдан алған қарыз ақшаларымыз бар. Ол ақшалар, егер Тәжікстан, тағы басқа елдер ол ақшаларды жеп қойып, кейін оның орнына, қарыздың орнына жер беріп жатса, бізде ол жоқ. Біз 5%, 10%-дарын осы жерде іште пайдаландық, қолдан жасанды әлгі миллионерлер жасадық. Олар әйтеуір белгілі бір деңгейде қызмет етіп жатқан сияқты. Ал қалған ақшалар сол осы Астанаға көшіп келетін банктердің есебінде тұр. Ол бар ақшалар. Ол ақшалар ана банкның қожайыны келген кезде ол ақша қайда кетеді? Сол қожайынмен бірге Қазақстанға қайтып келеді ғой. Біздің үкіметтің бір ұтқан жері бұл жердегі саясатта осы. Сол ақшалар келеді, ол ақшаларды жаңағы мен айтып отырған нәрсеге тағы қосымша пайдалану керек. Өндіріс ашу керек. Жалпы мынау пандемияның да, сосын мына қазіргі болып жатқан 3-ші дүниежүзілік соғыстың да артында не тұр? Енді өзіңіз білесіз, Америкада өндіріс қалған жоқ. Сондықтан Америка өндірісінің бәрін Қытайға, Индонезияға, Малайзияға, сол жағына шығарып жүрді ғой. Себебі енді арзан жұмыс қолы болғаннан кейін. Соның зардабын шегіп жатыр. Соны өз еліне әр ел өндірісті қайтара алады. Бірақ енді мысалы енді Қазақстан бүгінгі жағдайда біз енді компьютерден Жапонияны озып кетеміз, немесе Малайзияны озып кетеміз деген ол жай нәрсе. Біз солардың бөлшектерін алып, өзімізде сапалы жинауды үйретсек, әзірге сол жетіп жатыр. Мысалы, Toyota, басқа ірі компаниялардың шығаратын автомобильдерінің бөлшектерін, қазір бөлшектерін жинайды. Бұл Германияда сөйтіп жинап жатыр, Америкада сөйтіп жинайды. Сол сияқты сапалы жинасақ, алғаш кезде сол да бізге өте тиімді болар еді. Мысалы, мен сізге Иранды тағы да келтірейін. Иранда 12 автозавод жұмыс істейді біз барған кезде. Оның ішінде Peugeot бар, тағы Еуропаның ірі компаниялары. Солардың технологиясын алып келді, құрал жабдықтарын алып келді, жұмысшыларына жұмыс істеуді үйрететін мастерлерді алып келді. Сөйтіп Иран сол соңғы 35-40 жылда сонымен айналысты. Даже 50 жылға кетіп барады.
35-40 жылдай болды, 40 жылдан асты енді, 45 жылдай болды. Сонымен айналысты. Енді өздері соның негізінде әлгі Ресейдің Жигули сияқты машине шығарды. Біз сол жерде жүрген кездерде біздерді өздерінің шығарған машинелерімен алып жүрді. Тек Аятолланың күйеу баласына баратын кезде ғана бізді әлгі Жапонияның машинесі Land Cruiserмен апарды. Басқа уақытта сол Иранның өзінен шыққан машинемен жүрдік. Сондай деңгейде бізде өндіріс ашуға болады. Ал ауыр шаруашылығында сол сияқты үлгілі технологияны қолдануға болады, өндірісті дұрыс дамытуға болады. Сонан кейін басты мәселе шыққан өнімді сол жерде өңдеу керек болады. Жаңа мен Иранның мысалын бекерге келтіріп отырған жоқпын. Өзінде өңдеп, тек тұтынушыға дайын күйінде тауарды жеткізу керек. Осы үлгіні қалыптастыру керек. Біз тек қана шикізаттай сатып отырмыз ғой барлық нәрсені. Ол болмайды. Мысалы өзіміздегі өндірістердің бәрі өндіріс аты бар, бірақ қалғанын бәрі Қытай жасап әкеп қана кіргізіп отыр. Солай ғой. Соны енді қалпына келтіруге болады. Жайлап бұл бір күндік іс емес, бір жылдық іс емес, бірнеше жыл, тіпті керек болады 10 жылға дейін созылуы, 5-7-8 жылға дейін созылуы мүмкін. Бірақ сол үлгіні үкімет қолға аламын десе, ол қиын емес. Бұған қосымша менің айтатыным, қазір енді искусственный интеллект, жасанды интеллект деген нәрсе бар. Сосын технология дамыды, мына компьютерді жақсы пайдалануға болады. Кезінде академик Глушков дейтін кісі ОГАЗ деген жүйені ұсынған. ОГАЗ деген организация государственной автоматизированной системы, ОГАЗ. Соның бүкіл адан яға дейін бәрін сол кісі дайындаған болатын. Мысалы, кез келген зауытта мына шығатын стаканға дейін қай жерден шығады, оған қанша материал кетеді, қанша энергия кетеді, қанша жұмыс уақыты, соның бәрін сол заманда, бұл енді 70-ші жылдар. Соны дайындаған болатын. Бірақ политбюроға беріп еді, Брежневтің оған құлқы болмады ма, қожайындардың тапсырмасы солай болды ма, ол оны қарамады. Брежнев демалыста жүрген кезде ма, Суслов оны қарастырып та, бүйтіп қарады да, қабылдамай қоя салды. Оның себебі Америкада сол кезде мақалалар шыққан болатын. Мынау Глушков кәрі құртаң политбюро мүшесінің орнына компьютер пайдаланайын деп жатыр. Сонда мына саудыраған политбюро мүшелері керек болмай қалады деген мақала жарияланды да. Соныменен анау жабулы қазан жабулы күйінде қалып қойды. Ол идея жұмыс істеп тұр. Енді қазіргі дамыған компьютер заманында оны пайдалансақ, мүмкіндіктерді бұрынғыдай қолмен бүйтіп есептеп отырмайсың, сондықтан оның бәрін міндетті түрде енгізуге болады. Дағы осы жерде айта кетейік, мына біздің 90-шы жылдарда, 85 жылдан бастап Горбачев билікке келгеннен кейін жоспарлы жүйе жұмыс істемейді, жоспарсыз болу керек. Әлгі не деді, әлгі рынокты бұлар нарық деп алдарды, шынына келгенде алып сатарлық сауда базар өзін өзі шешеді. Оның бәрі бос нәрсе. Кез келген дүние жүзіндегі ірі компаниялар міндетті түрде жоспарлайды. Жоспарлық қысқа мерзімдегі, орта мерзімдегі, ұзақ мерзімдегі жоспарлау болады. Және де мұқият жоспарлайды. Біздің құлағымызға орысша айтқанда лапшаны ілтте біз солай еттік. Сонан кейін әлгі жұмыс істеп тұрған колхоздарымызды, өнім беріп тұрған фабрика, заводтарымызды жаптық. Әлгі жекеменшік өзін өзі жасайды. Ал әлемдік тәжірибеде, мен енді ауыл шаруашылығын ғана айтайын, әлемдік тәжірибеде жеке фермерлар бүкіл өнімнің 4% береді. Ал 96% жаңағы біз айтқандай Ирандағыдай ірі шаруашылықтар береді. Себебі ірі шаруашылықтар жаңа технологияны пайдаланады, керек құрал жабдықтарын уақытында сатып алады, жұмыс мамандарды жақсы айлық төлеп, жақсы маманды пайдаланады, сондықтан олардың мүмкіндіктері үлкен. Біз соның бәрінен айырылып қалдық әлгі. Өтіп кеткен нәрсені енді басқа көзбен қарап, соның дұрыс жағын алу керек, дұрыс емес жағын тастау керек. Дұрыс емес жағы қандай болды дейсіз ғой. Мен енді әкемнің туған інісі өзіміздің ауылдың колхозын 30 жыл басқарды. Ол кісі енді Федоровтың отрядында болған партизан, дүниежүзілік соғыстың қатысқан, отан соғысына қатысқан сондай кісі болатын. Сонда менің білетінім бірнеше саламенен айналысты. Айталық күріш екті негізінен. Сосын жылқы ұстады, түйе ұстады, сиыр ұстады, қой ұстады. Сонда мен сұраймын, қағау мынау енді сізге мынау ауыр емес пе? Тек бір күріштің өзі сізге қыруар жұмыс қой десем.
сосын маған айтады, ей бала дейді, сен ойлап қала дейді, күріш мартта басталады, ноябрьде аяқтаймыз, ноябрьде, декабрь, январь, февраль, мен не істеймін ана адамдарды дейді. Ұстап тұру керек, Иә, айлық беру керек. оларға аз болсын көп болсын жұмыс тауып беру керек, айлық беру керек, аз болсын көп болсын. Демалатындар демалады, курортқа баратын курортқа барады, а болмаса олар ішіп жатып алады ғой дейді. Себебі күріштен үстемше ақша алады, біздің колхоз енді облыс бойынша екінші орында тұрды. Сосын олар ішіп алып, әбден маскүнем болып кетеді. Сосын оларды мен көктемде жинай алмаймын ғой дейді. Қойдың астын тазартуға, жем шөп беруге, сиырдың фермаға, басқа соны пайдаланып сөйтеді. Сондай болды. Екінші мәселе, таңертең тұрады да, ол кісі ауданның, мен үйіне барып қонам ғой, сонда ауданның бірінші хатшысына телефон соғады, сағат 6-ларда. О, бәленшеке, қалыңыз қалай, тұрдыңыз ба, бәйбішеңіздің жағдайы қалай деген сияқты әңгіме айтады. Сосын айтады, мен бүгін сиырға күн жара берейін ба, жоңғышқа берейін ба дейді. Мен шын мысал айтып отырмын. Сөйтсе енді ана кісі бірдеме дейтін болу керек ана жақтан. Болғаннан кейін айтамын, ағау, сол ауданның бірінші басшысы сұрамай-ақ сіз күн жара бересіз ба, әлгі жоңғышқа бересіз, өзіңіз білмейсіз. Ей, сен қызықсың бала дейді. Ертең бірдеме болып қалса, бәленшек-ау, сізбен ақылдасып едім ғой деп айтамын ғой мен дейді. Менің айтып отырғаным партия органы. Шегінетін жол қалдырып отыр өзіне. Сондықтан. Сосын да қылған. Сосын енді колхоздың гаражында анау қаңқайып комбайндар тұрады. Тракторлар тұрады. Аға, мынаны неге ала бересіз деймін ғой. Сізге мұның бәрі керек емес қой. Сонда ана кісі айтты, ей, ол бізге жоғарыдан разрядкамен келеді. Егер мен бір комбайн алмай қояйын, тіпті шынымен ақ бірнемені мен үлгірмей қалсам, сен анада комбайн алмадың, сондықтан мынаны үлгірмедің деп менің желкемнен қысады. Сондықтан алып отырмын. Міне сондай әлгі бір керек емес үлгілер болды. Онан бас тарту керек. Дүние жүзі енді дамыды ғой қазір. Адамзат дамыды, айтып отырған. Электроника дамыды, сондықтан осыны пайдалану керек. Қысқасы менің айтып отырғанымды жүзеге асыруға болады. Сол уақытысында сол үлкен шаруашылықтар тарқатпауға болар ма еді? Болатын еді. Оған менің ойымша, енді ол жоғарыдан тапсырма болды. Қазақстанды, СССР-дің басқа да тараған одақтас республикаларды Всемирная торговая организация дейді ғой. Соған мүше етіп енгізу керек болды. Ол үшін бүгінгідей жаңа өзіңіз айтып отырсыз ғой, біздің 70% ішіп жеп отырғанымыз, пайдаланып отырғанымыз мынаның барлығы сырттан келіп отыр ғой. Осы үшін не істеу керек еді? Біздің басшылар неге олай жасамағанын мен енді айта алмаймын. Себебі өзіңіз сияқты көзбе-көз сөйлесіп сұрақ қоюым керек та. Үлкен басшылармен араласып жүрген кезімізде ол кезде жастау болдық, оны біз біле бермедік. Мысалы, мемлекеттің екінші адамымен өте жақсы болдым, аты жөнін айтпай-ақ қояйын. Еркін сөйлесетінбіз ол кісіменен. Ол кісі менің кейбір пікірлеріме қосылатын, кейбіреуіне қосылмайтын, бірақ мен өз ойымда қалатынмын. Сонда не істеу керек еді мысалы? Колхоз дегеннің өзі кооператив. Сен нағыл, сен акция шығар, акция үйретеді. Акционерный общество ол. Капитализм ба, капитализм. Завод па мысалы әлгі Алматыдағы АЗТМ, Алматинский завод тяжелого машиностроения. Акция шығар, акцияға бер. Біз оны ваучерма бірнеме дейтінге нағылды да бәрі кетті ғой. Сөйтіп соныменен сақтап алып қалып. Әрине, ол кездегі технология нашарлау болатын, сосын өнімдері сапасы онша болмайтын, әлемдік деңгейге жете алмайтын, бірақ соны жайлап отырып, дамытып, әрине енді қиын жағдай болды. Дегенменен жаңа сатылып жатқан мұнайымыз бар, басқа қазба байлықтар бар, соныменен келіп соны жөндеуге болады. Оны біз жасай алмадық. Себебі мен айта алмаймын, мен енді білмеймін. Соны жасамадық, бірақ жаңадай акционерлік етіп. Себебі шалғайдағы, ауылдағы қазақтардың қалаға тартылуының өзі себебі осы да ғой. Мәселе сонда. Бүкіл совхоз тоқтады, колхоздар мәселе сонда, жұмыс жоқ. Отбасын бағу керек, бала-шағаны бағу керек, не істейді? Арбай етерсе, сол қалаға барып күн көремде соның себептерін көшіп келіп, көбінесе жайғасып қалдық. Сондықтан қалалар ұлғайды да, ауылдар жойылып, құрып кетуге шақ қалып тұр. Ал енді солтүстік жақ қарай бердің, атымен талай-талай жабылып жатыр, ауылдар адам қалмаған жерлер бар. Бар. Енді бұның бәрі өзі Ұлан-Байтақ қазақтың жері. Одан бетер бір ортаға шоғырландырып қойып, басқа жағын бәрін бос қалдырып қойып жатырмыз ғой.
енді сол жаққа адамды тартып апара алмай жатырмыз бір жерден екінші жерге. бұл жерден мынандай қауіп тұр. Қазір 2 жылға жақындады, мына көрші Қытай еліменен біз визасыз режимге көштік. Тығыз байланысып кеттік. Тығыз байланысып кеттік. Ал Қытай мемлекетінің өзі атам заманнан бастап саясаттары көрші елді соғыссыз жаулап алған. Енді өздеріңіз білесіздер, қазақтың қанша қағанаты шаңырағы ортасына түсті, қалай түсті? Император өзінің қызын, қасына 40 уәзірінің қызын жібереді. Біздің қағанға императордың қызы қосылады, уәзірлеріне 40 қыз қосылады. 20 жылда туған ұрпақ келеді де билікке келеді. 25 жылда. А сонан кейін кімнің саясатын жүргізеді? Нағашысының саясатын жүргізеді. Осыған бізде жақындап қалдық. Бұны ескеріп отырған мекемелер, азаматтар бар ма жоқ па, мен енді айта алмаймын. Олармен байланыста емеспін. Бірақ осындай мәселе бар. Жақында интернетте бір ақпарат жүр. Ол жерде бір Қытайдың азаматы Қазақстанға бару керек. Сол жақта әдемі қыздар көп, оларда ақша көп, жұмыс орны бар. Біз сол жақтың бәрін қамтуымыз керек деген ұран тастап отыр. Яғни кезеңде Қытай азаматтарына. Арқасынан екінші видео шықты. Ол жерде қазақ жерін Алматыға келіп, Алматының Көктөбенің төбесіне отырып, төбесінен түсіріп, мына Алматы қаласы өте әдемі, көркем қала. Бұлардың қыздары сұлу. Біз бұл жерден қатын алуымыз керек, көбеюіміз керек, ұрпақтар қатуымыз керек деген ашықтан ашық жариялап отыр. Енді бұндай ой пікірде жүрген жалғыз ол емес қой. Яғни олай болатын болса, соны бағытты түрде осы жаққа жіберіп отырған, жол сілтеп отырған, немесе соны белгілі деңгейде қаржыландырып отқан да күштері бар шығар енді. Күш болғанда бұл міндетті түрде саясат Қытайда. Енді қараңыз, қазір өткенде интернет дейміз ғой, осы биылғы көктемде Американың мектеп оқушылары дейді, олимпиададан үлкен жетістікке жетті дейді. Әне жерде 6-7 бала тұр, соның біреуі ғана ақ, қалғанның бәрі Қытай. Сол ғой. Не қыласыз енді? Олар жаңағыдай соғыспай жаулап үйренген халық, біздің де жерімізге қазір шекара ашылғаннан кейін қаптатып ер азаматтарын жіберіп, оның үстіне де ол ер азаматтар өңке 18 мен 25-тің арасында күш қуаты бар, ұрық шашатын уақыттары, соларды осы жаққа жіберіп, арнайы бағытты түрде істеп жатқан саясат бар. Сосын белгілі жағдайда оларға белгілі бір деңгейде, көлемде қаржы бөліп отыр. Егер бұларға тосқауыл қоймаса, ертең 20-30 жылдан кейін осы елдің біршама азаматтары әкесі Қытай, анасы қазақ болып шығу таң қалатын нәрсе емес. Қазақстанның азаматы болады. Қазақстанның азаматы болады. 40 жасқа келгеннен кейін президенттікке енді бұл үлкен қауіп емес пе? Үлкен қауіп, үлкен қауіп. Енді сонда биліктегілер қайда қарап отыр деген сұрақ туындайды. Оны енді менің Ратбек Қажы ұстазымыз сияқты сол кісілердің өзіне қою керек қой деймін осы сұрақты. Ол да жоқ емес. Ал енді бұның сыртына мен мына нәрсені қамтығым келіп отыр. Сіз айттыңыз, үшінші дүниежүзілік соғыс дегенге қайтып оралғым келіп отыр. Біршама мемлекеттердің арасында қақтығыс болатынын айтып кеттіңіз. Жалпы Орта Азияда да өрт қаупі болуы мүмкін ба? Өрт қаупі болуы әбден мүмкін. Әбден мүмкін. Оның себептері көп. Мысалы, осыдан 4-5 ай бұрын Путин дейміз ғой енді. Путин Ташкентке келіп кетті. Онда ол қандай мәселені қарастырды? Белгілі бір ақпараттардың мағлұматына қарағанда Қытайдан жалдамалы әскер алмақшы. Сосын есіңізде болса, Украинамен соғыс басталған кезде түрмеде отырған кісілердің ішінде үгіт жүргізіп, сіздердің сотталған мерзімдеріңізді қысқартамыз, ерлік жасасаңдар, көзге көрінсеңдер, бүкіл қылмыстарыңызды ақтаймыз дегендей ұран тастап, талай адам соғысқа қатысты. Олардың көбі көзін жойды, кейбіреулері жарақат болып, болмаса белгілі деңгейменен сол ан жақтан босап ел ішіне тарады. Қазір Ресейдің жағдайында сол соғысқа қатысып келген адамдар баяғы 90-шы жылдағыдай адамдарға зорлық, зомбылық жасап жатыр. Себебі олар қару-жарақты қолдануды біледі. Сосын қан көрген адам ол оны қаннан қорықпайды. Басқа адамдарға сысы мықты болады. Міне, егер Өзбекстанда сондай нәрселер бастаса,
Құдай сақтасын, бізден де кетіп жатқандар жан жаққа болды ғой. Міндетті түрде ол қауіп болады. Содан кейін енді қараңыз, мына жағыңызда Ауғанстан тұр. Ауғанстанда әлі көп мәселе шешілген жоқ. Сосын екінші жағына бұлар Деобанд деген нәрселерді көбісі түсінбейді. Бірақ Ресей Деобандтың үкіметіменен қарым-қатынаста қазір өте жақсы дипломатиялық не құрды. Біздікі сыртқы түрге әлгі баяғы қалып қойған ұғымменен оларды әлгі бізде тыйым салынған ұйым деп қарайды әлі күнге дейін. Соны өзгерте алмай отырмыз. Себебі біздің енді шешім қабылдайтын адамдардың деңгейі ғой. Деобандты сізбен біз енді кітабына дейін оқыдық қой, білесіз ғой енді. Олардың бағдарламаларын, олардың мүдделерін, мысалы өткенде де айтып кеткен болармыз. Лондонда 1000-ға жақын мұсылман оқу орны бар. Медреселер, колледждер деген сияқты. Солардың 600-ін, шамамен 600-дейін сол Деобанд университетін бітірген адамдар басқарады. Демек, білім деңгейлері жоғары. Сосын екінші жағынан ағылшын мемлекетіне ол зиян тиіп жатқан жоқ. Ағылшынның азаматтарын, ол мұсылмандарын сол белгілі деңгейлерін көтеріп жатыр. Мұсылман еш уақытта өзінің ортасына, халыққа зиян келтірмейтін ол айдан анық қазір. Біздің жаңағы шешім қабылдайтын азаматтар соны әлі түсінбей жатыр. Ал енді жалпы мына бүгінгі күндегі қазақтың солтүстік жақтағы 5 облысын иемденіп сырттай ол жайында талай сөз тарқатып, талай нәрсені жасап жатыр. Бұл нәрседе қаншалықты қаупі бар? Жалпы енді жоғарыдан қарайтын болсақ, федералдық резерв жүйенің қожайындары, ақшаның иелері бүкіл әлемдегі саясат жүргізіп отыр ғой. Олардың қарамағындағы және де біз сияқты екінші, үшінші сорт елдерде араздық, дүрдараздық болып жатқаны тиімді ғой. Сондықтан бұндай да проект жоқ деп мен айта алмаймын. Сосын Ресейдің өзінде бірнеше деңгейдегі, бірнеше түрге, түске бөлінетін топтар көп қой. Соларды дұрыс пайдалансаң, жаңағыдай у-шу, жанжал шығады отырады. Жанжал шыққан жер оларға тиімді, қырқысып жатқан жерге өздері келіп төреші болады. Бірақ біздің жаңағы үмітіміз, сол айттық қой, Лондон Сити Астанаға көшіп келеді дедік. Онымен қоса алдымыздағы 10 жылдың төңірегінде 30 миллион бүкіл әлемнің ығайы менен сығайы келеді дедік. Оларға тыныштық керек. Оларға тыныштық керек қой, бірақ жалпы қазақ халқы тек қана солардың қызметінде қалып қоймаса жарар еді деген. Ол өзімізге байланысты. Егер біз білімге ұмтылып, ғылымға ұмтылып, сол болашаққа көз жүгіріп, соған ұрпағымызды тәрбиелей алсақ, солармен тепе-тең сөйлесе алатын болсақ, біз 100% құл болмаймыз. Бірақ олар қолдарында билік тұрғаннан кейін үстемдік жасайды. Бірақ сен өз мүддеңді қорғауыңа болады ғой. Өткенде бір подкастта да айттым ғой, мен әлгі Белоруссия, Қазақстан, Ресей үшеуі әлгі одақ құрған кезде мен сол 500 беттік документті оқып шықтым. Сонда қарасам, Беларусьтың жағдайы біздің жағдайдан әлде қайда дұрыс. Себебі неде? Себебі ән жерге барған біздің дипломаттарымыз сақалды қолдан беріп отыр. Білімсіздіктен екен, әлде басқа себептерден екен, оны білмеймін. Мен сол 500 бет оқып шықтым. Әрине, Ресей енді үлкен мемлекет болғаннан кейін оның енді ықпалы көбірек болады. Бірақ сен өз мүддеңді, қолыңдағы нәрсені қолдан бермеуің керек қой. Міне сондай жағдайлар. Ол үшін билікте ұлтжанды азаматтар болу керек, өте сауатты болу керек. Бұлда кемшілік жоқ емес, бар ғой. Бар. Себебі біздің ол жақта билікте отырғандардың басым көпшілігі сол жақта оқып келгендер, бүйректері бұрып тұрғандар. О, бастан да солай болды. Қала берді, ол қазақ тілінің өзін менсінбейтіндер, тағы себептер бар ғой жерде. Бұл жоқ емес, бар. Бұл шынымен солай. Бізде мына бұрынғы билік, қазіргі биліктегі сөз мода болып кетті ғой. Екі биліктің тұсында да кадр саясаты әлсіз. Енді қараңыз, парламентке келе салайықшы енді. Парламентте 2022 жылға дейін 3000 төңірегінде заң қабылданыпты. Соны қараңыз, 3000 заңның
30-дай ғана негізгі заң. Қалғандары сол 30 заңға енгізген өзгерістер, бірнемелер, сірнемелер. Қараңыздар, сапасын қараңыз. Әй, сонда сен не ойлап отырсың? Сен 30 заңды сол 10 есе, әрбір заңға 10 шақтан өзгеріс енгізіп бүйтіп отырсың. Парламентіміздің сиқы сол. Көрдіңіз бе? Бұл енді мен интернеттен кәдімгі ашық мағлұматтан алып отырмын. Парламентті кім сайлаймыз? Біз өзіміз сайлайтын сияқтымыз ғой. Сол адамдардың деңгейі сондай. Маған өкпелейтін болар, біраз таныстарым да бар парламентте, достарым да бар. Бірақ өкпелесеңдер де шындық маған құндырақ. Әлгі Платон мне друг, истина дороже мне депті ғой. Сондай. Жалпы сізбен біздің қамтып отқанымыз бұл Қазақстанның бүгінгі мына күрделі кезеңде қандай бағыт ұстану керек деген ойымызды ортаға салып отырмыз ғой. Ары қарай да қамтитын біраз тақырыптарымыз болар. Сондықтан да бүгінгі сұхбатымызға уақыт бөліп, алтын уақытыңыз бөліп келгеніңізге үлкен рахмет. Ал жалпы біздің көрермендерімізде айтарымыз, алдағы уақытта да талай сұхбаттар, талай тақырыптар қозғалады. Сондықтан да ойларыңызда, пікірлеріңізде болған талдайтын тақырыптар болатын болса, жазыңыздар. Біз оны міндетті түрде қараймыз, талдаймыз. Ал енді біздің арнамызға жазылып отырыңыздар, пікір білдіріңіздер, ойларыңызды қалдырыңыздар. Басқа тағы қандай адамдармен сұхбат өткізгенімізді қалар едіңіздер, оны да жазсаңыздар болады. Біз міндетті түрде қараймыз, міндетті түрде оқимыз. Келесі тақырыптарды негізінен жазылған нәрсенің бәрін жалпылама қамтып кетті. Біз бірінен екіншісіне кіреміз деп. Заң шығару жүйе дейді. Үшеу дейді. Шынына келгенде толып жатқан жүйе. Азаматтар біздің еркін дауыс беру керек дейді. Және де құпия беру керек. Асылхан арында бәленше түгенше список. Ендеше осы нәрсенің бәрін біз келесі сұхбаттарда талқылайық, ортаға салайық, ой пікірімізді айтайық. Сол кезеңде біраз тақырып шығады. Тағы да бірдеме айта керек. Мысалы депутаттарымыз жаңағы